Иә. Ана неңді киіміңді алып қосымша. Сәлем. Бәт қайратты тас болып тұрмын. Қалайсыздар? Бүгін біз бэкстейджімізді бастадық қазір. Біз Нұрислам екеуміз. Уже бетте мейк бар. Болдық. Иә. Айзам міне, ема Айзам басына қылса әдемі. Образы күшті болып тұр. Давайте, жолда көрісеміз. Жол болсын. Міне жігіттермен шықты жолға, ал жол болсын. Сәлем. Охота қараттым, братандар. Неге үндемей қалдық деп ойласаңыздар, арт жағымызда үш кішкентай ит үріп жатты. Дауысымыз естілмей қалады деп ойладық, сондықтан да кешірім сұраймыз. Қазір уақытта біз бірінші локацияға жол жүріп бара жатырмыз. Нұрис тәтті кетіп бара жатыр. Сәлем, менің есімім Жан. Сәлем. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Win Life тобы. Сәлем бәріне. Сенсің бе атты әуенімізге бейнеклип түсірейін деп жатырмыз. Қазір біз бірінші локациядамыз. Балалар, настроенияларың қалай? Настроение өте күшті, көңіл-күй өте тамаша. Ауа райы маған өте қатты ұнап тұр, бірақ күн бір қатты шығып тұрған сияқты. Сол жағы кішкене ноғып тұр, бірақ бұлай әдемі. Исатай, сен айтып жүр. Маған бәрі ұнап тұр. Еще клипқа арнап как будто қар жауылған сияқты как будто ше. Осы момент кәдімгі күткен сияқты бізді. Бүгін қаншасы? 15 наурыз. 15 наурыз. Біздің дебют алған күніміз 14 наурыз. Кеше болып кетті. Біз бүгін клип түсіріп жатырмыз. Бір өте күшті сәйкестік келіп тұр. Исатай, кстати, біз ниет клиптің көрсеңіздер дәл осы локацияда түсірген болатынбыз. Бірақ ол кезде біздің қасымызда Исатай болған жоқ еді. Ол кезде Астанада оқыған болатын. Бүгін Исатай бұл локацияға бірінші рет келіп тұр. Сол ниетті түсірген кезде бұл жер өте күшті болған. Атмосфераны өте клипқа күшті келген ниет клипіне. Бүгін бірінші рет келіп тұр Исатай бұл жерге. Бұл локацияға. Қалай, қалай? Кайф. Ұнап тұр мына жер енді. Бірінші рет келіп тұр осы бала. Еще күн қатты түсіп тұр көзге. Я үшін көреміз, удачи бәрімізге. Күн қатты түсіп тұр. Ал енді бізге сәттілік қадірменді ханымдар мен мырзалар. Біз қазір съемочный группамен бірге бастайын деп жатырмыз. Біздің асыл оператор. Сіз не айтқыңыз келіп тұр? Бастай клипті кеттік. Мына кісі өте асығыс. Асығыс. Иә. Кайф. Өте керемет. Иә, түсінді логикасын. Бізде дәл қазір Нұрғали өзінің партиясын түсіп. Жақта Иса. Иса не заттан? Тәтні. Күннен қорғайды, күннен қорғайды. Харизма. Мені азамат өнет алға. Кеп қалды. Жай. Бізде сол. Давайте. Көрсеміз. Мына жақта жеке бар. Мына жақта Исаны түсіріп жатыр. Иса. Мына жақта Нұрғали. Мен курткамды киіп алған. Серке. Қанат жасамасаңыздар бетіне жаққа удар кетеді. Иса, красавчик болып тұрсың. Ой, мен де ұстай аламын бұлай. Кстати, на коробканың ішінде екі ақ көгершін бар. Көгершін ба? Екі адам бар. Нұрғали. Кептерчик бар.
Руслан екеуміз таза. Йо, краш. Ой, мына көгершіннің жыры қызық болды. Екі көгершін алғанымыз дұрыс болды, әйтпесе біреуін жада неловко ұшырып алдық. Исатай әрең дегенде ойнап шықты. Асылға үлкен рахмет, біздің режиссер номер 1 деп айтайыншы. Оператор, красавчик. Қолым тырнап тастады мен. Қазір түсіреміз. өзің ыңғайсыздағансың ба? Біз жаурадық. Қайда келдік? Мен анашым қызым. Исатай. Ашықтан Нұрғали. Біз екінші локацияға келдік достар. Ау! Қатып қалды. Ар жақта Ренат келді. Кет көрсін. Сразу сүрт қоймайма десе. Иса бізге ішін таныстырып өтеді қазір. Бұл жер өте таныс локация. Достар. Өте таныс локация. Бізде сыңарым түсірілген. Күндер жолайды күтпейді уақыт, тәңір бере ме біздерге бақыт, жылама тағы мен ойлап жатып сыңарым. Конечно же. Поэтому бұл сен ғана зейләп күттің. Лупа. Ау, Қалай сәлем. Біз қазір екінші локациядамыз. Мына келді. Қазір съемканың процесі болып жатыр. Бұйыртса, жарты сағатта бітіреміз деген ойдамыз. Тоңып атырмын достар. Енді съемканың нелер ғой енді. Бұл бұйырса. Миым ашып қалған ғой. Достар, это рабочий процесс кішкене. Бүйтіп қалады енді. Кешірім сұраймын. Бартарыңызға сәлем. Біздің экс-участник Ренат. Қалайсың, Ренат? Жақсы. Өзің қалай? Де бәрі жақсы. Как тебе съемочный процесс? Съемочный процесс очень легкий, очень комфортно. Немного холодно, как всегда. Вот. Сіздерге қайтадан жалынды сәлем. Жалын сәлем, мен еркек болып кеттім. Қасымда Еркебұлан, жақсылық. Еркебұлан. Еркебұлан жақсылық. Иә. Біздің Со-продюсер. шоу-продюсер, біздің және дизайнер. Стилист, фотограф. Иә, 8 қырлы бір сырлы. иә, өте мықты жігіт. Рахмет, мақтап отырғаныңызға. Иә, сізден комментарий естігіміз келіп тұр. Бүгінгі съемка негізі тез өтті. Былай жақсы болды. Бірақ сонда да суық болды. Сол жаман болды. Аяқтан өтіп, бойдалар деген суық болды ғой. Ойна. Бәрінің мұрны ағып жүр. Былай негізі күшті съемка болды. Иә, Суық деген алып тастайтын болсақ, қызық съемка болды. иә. Бір осыдан кейін бір жаурағаннан кейін баняға барады. Я братан, я пойдем барайын. Біз негізінде съемканы бітіргенімізге бір 5 минуттай болды. Өте қуаныштымыз. Қарап тұрсаңыздар, қатты тоңып кеткен мен, мына мұрныма қарасаңыздар. Қысқаша айтқанда сау болыңыздар. Бізге Нұрислам келді. Нұрислам. Сәлем. Сәлем. Қалайсыңдар? Сіздің ойыңызды мен естігім келіп тұр да. Қазір съемка бітті мысалы, иә? Не ой? Нұрислам, сіздің ойыңызды білгім келіп тұр. Бүгінгі съемка қалай болды? Қиын болды ма? Әлде оңай болды ма? Бүгінгі съемка қиын болды деп айттым. Күшті болды негізі. Бірақ даладағы съемка кішкене жылырақ болған сияқты еді. Иә. Іші суық па. Вроде далада только рубашкамен түскен сияқты еді. Оның өзі кішкене жылы болған сияқты. Іші вообще суық па, біртүрлі екен. Уже сезіп тұрған шығарсыздар, Нұрисламның кәдімгі демінен ол қатты тоңып үсіп қалды. Бұл бала негізінде көйлекпен ғана келген ғой осы локацияға. Енді бәріміз ойладық, оңай болады, енді жылы болады деп. Исатай әлі киімін ауыстырып жатыр. Иә. Мен, как всегда, бірінші киініп бәрін істесем. Вот осы жерден Айман екен білінеді. Иә. Бізде қазір Исатай, AK, Исатай Болатханұлы. Бонни Бой. Че там? How do you... жарыққа шығайық, жігіттер, жарыққа шығайық. Че там? Исатай мырза, сіз соңғы съемочный процессті бітіргенсіз. Аха. Сіз маған өзіңіздің ощущенияларыңызды не сезіп жатсыз, қандай қиын болды ма бүгінгі съемка,
соны айтып жіберсеңіз. Бүгінгі съемка қатты қиын болған жоқ. Бір единственный нәрсе кішкене оңайға соқпады. Салқын бұл жер өте. Далада салқын. Бірінші локация таулы жерде и сол жақта уже салқындау. Поэтому сложно болды. А так все good, все nice. Мне понравилось. Рахмет сіздің қысқаша жауабыңыз үшін. Айза бізді бодрить етіп отыр. Шыдаңдар аз қалды. Аз қалды. Негізінде съемочный процесс біткен бізде, бірақ біз шаршамаймыз ғой. Шаршамаймыз. Айза сөйлеймін деп отыр. Әйтеуір бүгінгі бейнеклипті түсірдік. Бұл біздің 10 айдан кейінгі демалысымыз десек те болады. Өйткені біз бұл бейнеклипке ұзақ дайындалдық. Бізде фит болу керек еді, бірақ ана фит жазатын адаммен кішкене келісіңкіреге алмай. Сосын өзіміз ары қарай істеуге бел будық. Бірақ келесі әніміз ала бұйырса фит точно болады. Сол балдар бәрін 2 локацияда түсіріп тастадық. Балдар молодец. Исатай қандай осы жыл қандай өскенін көрсетті. Нұрғали молодец, Нұрислам қандай краш всегда. Ренатқа үлкен рахмет, который келіп кеткен. Жеркеге жаңағы бордовый киіп алған киімдерді бізге тігіп берген. Асыл бауырыма да рахмет. Енді қазір осы жерде рахмет айтып қалмасаң, еш жерде рахмет айта алмаймын. 2 локация болды, екеуі де күшті болды деп ойлаймын енді. Қазір бұл біз мартта түсіріп жатырмыз ғой. Бұл где-то майда шығып жататын шығар бұл. Бәрі балдардың бәрі өскенін өзім қуанып жатырмын. Бәрі кәдімгідей профессионал болғандарын да көріп жатырмын. Балдарыма, короче, рахмет айтам. Өзіме қуаныштымын. Өте бітіргенімен нервым болып жүр едім, ұйықтамай. Съемка барысы өте қатты ұнады. Сәл жаурағанымыз ғана болмаса, былай асыл бауырымыз екеуміз за кадры жұмыстарды жақсы атқардық. Бүгін оператор болған, главный оператор Асыл. Мен бұл жерде стилист және фотограф болдым, продюсер болдым еще, соп-продюсер. Сізде қалай жұмыс барсыз? Күшті өтті. Енді айтарым жоқ осы болды. Жаурады просто. Сөзге жоқпыз. Күшті болды, давай. Сау болыңыздар. Өшіре бер.